Мен сенің қиыншылығыңнан шыға. Сен кеше маған телефон беріп ақша сұрадың. Ал мен саған бере алған жоқпын. Бермегенім саған сенбегенімнен емес еді. Бірақ өзің секілді достан айырылып қалғым келген жоқ. Иә, бәріміздің де бірімізден біріміз асып тұрған үлкен дәулетіміз жоқ. Қолымызда бар болса, көмектескенге бергенге нежесін. Ал бірақ мен қазіргі қоғамға сенбеймін. Өйткені бұдан бұрын да сен секілді жақсы достарыма бердім. Уағында бергені бар, бермегені де бар. Әрине, ақша деген нәрсе өмірдің ең маңызды бөлігі емес. Бірақ бүгін ақша болмаса, көп мәселелер шешілмейтіндігі де шындық. Сондықтан өз еңбегіңменен жанталаса жүріп тапқан ақшаңды алған кезде жалына жүріп сұрап, қиыншылығынан өткеннен кейін сені ұмытып, тіпті әуелі өзіңді кінәлететіндерді ойлаған кезде мына қоғамнан, адамдардан безініп кеттің деген. Соныменен азғантай ақшаның себебінен кеше ғана күліп ойнап бірге жүрген жақсы достарыңнан айырыласың да қаласың. Әуелі жек көрінішті боласың. Тіпті кейде өзіңдігін алайсың. Мен сондықтан саған бермедім. Мүмкін сен айтатын шығарсың. Жоқ, мен оларға оқсамаймын. Мен саған сөзсіз қайтарып берем дейсің. Иә, барлық адамның да қайтарып бергісі келеді. Қайтармаймын дейтін де рас. Біреулер шынымен қайтармайды. Ал енді біреулердің қайтаруға шарасы болмай қалады. Бір қиыншылығынан бір қиыншылығы ауыр болып кетеді да. Артына келген кезде бетбақтыққа салынады. Не осылайша біз қоғамда өте көптеген достардан, жақсы араласып жүрген адамдардан айырылып қалып жатамыз. Я, құрметті досым, басында қаншалық қиыншылықтың бар екендігін мен білмеймін. Ал егерде сенің қарызыңның саны 100 мыңның ішінде болса, онда менің саған ұсынысым, сен барлық артық шығын шығаратын қажетсіз, орынсыз бас қосулардан аулақта. Орынсыз бәсекелестікті таста, бүкіл ынта пейіліңменен қызмет істе. Бар назарыңды қызметке сал. Құлшына еңбек ету арқылы өзіңнің қазіргі қиыншылығыңнан құтылып шығуға тырыс. Мүмкін бірер жыл ішінде сен көптеген достардан алыстайтын шығарсың. Көптеген адамдар сені ойбай, ол ақшадан басқаны танымай кетті, ол ақшаның түбін қуалап кетті, бізбен дос болмады дейтін шығар. Бірақ әркім өз өмірін өзі сүреді. Ертең сен қиналған кезде тағы да мен сияқты сол жақын достарың сенің сол қиыншылығыңнан шықпай қалады. Сол үшін мен ойлаймын, адамның экономикалық мәселелерге келген кезде ең жақсы серігі ол өзі, немесе қалтасындағы ақшасы. Сол үшін мүмкін бірер жылға дейін жаңағындай сөздер артынан ілесетін шығар. Бірақ сен бірнеше жылдың ішінде жағдайыңды реттей аласың. Сондықтан орынсыз бәсекеменен, қажетсіз қоғамдық қарым-қатынастардан аулақ бол. Жалқаулықты тастап, алға ұмтылатын болсақ, біз миллионер болып, байып кетпесек те, өз тұрмысымызды жақсы жүргізе алатын, өзімізді өзіміз жақсы алып жүре алатын, өз ортамыздағы сенімді, беделді, табысты адамдардың қатарында жүре береміз. Ол үшін досым, сен сөзсіз түрде жеңіп шыға аласың. 记得关注再走哦。